Ақтөре әсем үшін Жансаяны таңдаған ба? Қосылайық жобасының ардагер қатысушысы Ақтөре Мырза өзінің әлеуметтік желідегі ресми парақшасында Жансаяға қатысты қойылған сұрақтарға нақты жауап берді. Желі қолданушыларының «Жансаямен неге кездеспейсіз? Жансая қайда?» деген сұрақтары көбейген соң, Ақтөре Мырза бұл жағдайға қатысты пікірін ашық білдірді. Жансая екеуміз бағдарлама эфирінен кейін кездеспедік. Ол жұмыс бабымен Астана мен Алматы арасында жүр деп жазды Ақтөре өз парақшасында. Алайда осы мәлімдемеден кейін Жансая тарапынан реніш байқалды. Ол өзінің сезімін ашық айтып, Ақтөренің суықтығына көңілі толмайтынын жеткізді. Маған қоңырау шалмайды, жазбайды. Осындай қарым-қатынас маған керек пе, жоқ па, оны өзім де білмеймін. Эфирде айтқанымдай, Ақтөреге сенім арта алмаймын. Себебі ол бұрынғы жұбы Әсеммен 2 жылдай араласқан деп жазды Жансая өз парақшасында. Жансаяның бұл мәлімдемесі желіде қызу талқыға түсіп, көрермендер арасында түрлі пікірлер туғызды. Қолдаушы апалар мен аталар Ақтөре мен Жансая арасындағы қарым-қатынасқа үмітпен қараса, енді бірі олардың болашағына күмәнмен қарайды. Айта кетейік, бұған дейін де Ақтөре желідегі қолданушылар тарапынан сіз бағдарламаға бұрынғы жұбыңыз Әсем үшін келдіңіз бе деген сұрақ қойған болатын. Бұл сұраққа ол жоқ, мен эфирге өз бақытымды табу үшін келдім деп жауап берген болатын. Дегенмен көрермендерді алаңдатқан тағы бір жайт, Ақтөре Мырзаның өзінің парақшасында бұрынғы жұбы Әсеммен бірге түскен бейне жазбаларды әлі күнге дейін өшірмегені. Бұл әрекетте түрлі күмәндерге жол ашып отыр. Ол видеолар не себепті өшірілмеді, Әсемге деген сезім әлі де бар ма? Деген сұрақтарға әзірге нақты жауап жоқ. Қалай болғанда да Ақтөре мен Жансая арасындағы қарым-қатынастың болашағы бұлыңғыр. Көрермендер қос тараптың шешімін күтіп отыр.